Баршаңызға қайырлы күн достар, Ханшайым каналына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өте тез әрі дастарханның сәнін келтіретін снекерс печеньесін жасап көрсетемін. Снекерс печеньесін жасау үшін маған қажетті заттар: 300 грамм ұн, 150 грамм сары май, 50 грамм қант ұнтағы, 1 қасық қопсытқыш, 2 жұмыртқа, 150 грамм сүт, 200 грамм шоколад және 200 грамм ұнтақталған арихты қолданамын. Алдымен таза әрі құрғақ ыдысқа 300 грамм ұнды саламыз. Үстіне 1 қасық қопсытқышты саламыз. Салып болғаннан кейін жақсылап тұрып араластыруымыз қажет. Араластырып болдым. Ұнның үстіне сары майды теркадан өткізуіміз қажет. Осылайша өткізіп болғаннан кейін екеуін араластырып крошка жасаймыз. Міне осылайша етіп крошка дайындап аламыз. Осы крошканың үстіне қант ұнтағын саламыз. Одан кейін қасықпен араластырамыз. Араластырып алғаннан кейін үстіне 2 жұмыртқаны саламыз. Салып болғаннан кейін қолымызбен илейміз. Осылай етіп дайындап алғаннан кейін, яғни біздің қамырымыз өте жұмсақ болды. Енді оны 20 минутқа холодильникке салып қоямыз. Одноразовый пакетке салып. Жиырма минут өткеннен кейін холодильниктен тестімізді алып шықтық. Енді осы тестілерді дөңгелетеміз. Осылайша дөңгелетіп алғаннан кейін арнайы табаға саламыз. Тесті өте жұмсақ болды. Осылайша барлығын жасап аламыз. Осылай барлығын жасап алғаннан кейін қызып тұрған пешке 180 градус температурада 20 минутқа пісіріп аламыз. 20 минут өткеннен кейін пештен печеньені алып шықтық. Яғни біздің печеньелеріміз пісті. Міне, осылай пісу керек. Яғни піскен, піспеген білу үшін зубочисткамен тексеріп қарауға болады. Ендігі кезекте глазур жасаймыз. Алдымен шоколадты құрғақ әрі таза ыдысқа саламыз. Оның үстіне сүтті құйып, араластырып алғаннан кейін водяной баняға ертіп аламыз. Глазур мен ұнтақталған арихты дайындап алдым. Енді печеньелерімізді саламыз. Осылайша етіп шоколадқа аунатып аламыз. Одан кейін үгітілген арихтың үстіне тастаймыз. Осылай жасап алғаннан кейін арнайы ыдысқа салуға болады. Осылай етіп барлығын жасап аламыз. Барлығын жасап алғаннан кейін холодильникке 25 минутқа қоямыз.
Достар, біздің сникерс печеньесі дайын болды, өте әдемі болып шықты. Ендігі кезекте дәмін татып көреміз. Достар, біздің сникерс печеньесі өте жұмсақ, әрі тәтті болып шықты. Жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін міндетті түрде подписаться мәзірін басып, каналға жазылып кетіңіздер. Мына тұрған қоңырауша белгісін бассаңыздар, біздің видеоларды ең бірінші болып көресіздер. Бүгінгі осы, келесі кездескенше сау болыңыздар.